Тағы да қайырлы кеш бауырлар. Біздер ары қарай жалғастырамыз. Біздің қазіргі дәрісіміз 7-ші дәріс. Енді екінші дәрісте естеріңізде болса, мен бір мәселені айтқан едім, ол жерде қателескен екенмін. Яғни біздің бұл дәрістеріміз қазақ тілінде көбек-рубик жинауды ең алғаш түсіндіретін дәріс деп айтқан едім. Оның алдында іздеген кезде интернеттен таба алмағандықтан. Кейінірек тағы да іздеп көріп едім. Қазағыма лайық деген каналда Үмбетбаев Бақтыбай деген бір жас жігіт, Меркі ауданының ауылының тұрғыны екен, Жамбыл облысында, менің жерлесім. Міне сол жігіт бөліскен екен 2013 жылы. Олай болса, біздің бұл дәрісіміз ең алғашқы қазақ тіліндегі дәріс емес екен. Бірақ басқа қазақ тілінде мен шыны керек таба алмадым, тек соны ғана таптым. Олай болса, біздер жалғастырамыз. Қателігімізді түзеп айтқан болдық, алдында айтқан қателігімізді. Енді біздер үшінші қатарға келіп жеттік. Енді біз үшінші қатарды жинаймыз. Алдындағы екі қатарын жинадық. Енді үшінші қатарды жинаудың алдарыңызда алгоритмі тұр. Осы алгоритмді жоғарыдағы сызбаға қарап отырып біздер қазір оқимыз. Алдымен мен бір нәрсені айта кетейін. Біздер ең басында жинаған кезде естеріңізде болса, біздер мына көк түске біздер қосу белгісін жасаған тұғымыз. Дәл сол сияқты бұның қарама-қарсы беті, яғни үшінші қабатқа біздер бетіне не істейміз? Үшінші қабаттың бетіне қосу белгісін жасауға тиіс екенбіз. Қосу белгісін жасаймыз, оның мына төмендегі алгоритм бар. Оқысаңыздар, үшінші қатардың бетіне қосу белгісін құрау дейді. Міне, осы қосу белгісін қазір құраймыз. Алдымен тағы айта кететін мәселе, мынау бетінде кейде жасыл бет қой бұл, нүкте жасыл, тек қана бір ғана жасыл тұрады, мыналардың барлығы болмайды. Кейде солай да болады екен. Ондай кезде мына формуланы жасасаңыз, мынау шығады. Яғни осылай кеп шығады екен. Осындай кеп шыққан кезде тағы да жасасаңыз, ондай мынандай мына жерге де бір жасыл шығады. Сонда бір сызық пайда болады. Міне осы сызық пайда болған кезде, сол сызықты өзіңізге былай айтқан кезде параллельді тұрғыда ұстап, осылай мына формуланы жасайды екенбіз. Енді ал мынандай жағдайда, нүкте болса, қалай ұстасаңыз да бәрібір, тек қана бір нүкте болған жағдайда. Ал енді мынандай жағдайда біздер міне былай ұстаймыз. Осыны мына не жаққа, сол жақтың жоғары жағына қоямыздағы, мынаны беті бізге, мына сарғылт беті біз жаққа қарап тұрады. Осылай ұстаған бойда, мына О дегеніміз ол не? Беті. Р дегеніміз оң жағы, У дегеніміз үсті деп ары қарай кете береді. Р X болса, X пен келетін болса, сағат тіліне қарсы дегенді білдіреді. Оны тағы да еске салып отырмыз. Олай болса бастаймыз. Міне, демек беті сағат тілі бойынша. Оң жағы сағат тілі бойынша. Үсті сағат тілі бойынша. Одан кейін оңы сағат тіліне қарсы, оңы теріс дейміз. Үсті теріс және беті теріс екен. Міне қарадыңыздар, байқадыңыздар, міне осындай бір сызық пайда болды. Мыналар маңызды емес, бұлар кейде шығады, кейде шықпайды, оған біз қарамаймыз. Бірақ маңызды болған мынау шығу керек. Міне осылай шыққан кезде өзімізге параллельді қылып аламыз. Яғни осылай қаратамыз. Мейлі былай болсын, мейлі былай болсын, ешқандай айырмашылығы жоқ. Осылай ұстаған бойда тағы да осы алгоритмді орындаймыз. Кейде алгоритмді бірнеше рет орындаған кезде ғана шығып жатады. Оны да ескересіздер. Олай болса тағы да алгоритмді орындаймыз. Беті түзу, оңы түзу, үсті түзу, оңы теріс, үсті теріс, алды теріс. Міне байқағандарыңыздай, міне қосу белгісі пайда болды. Олай болса енді ары қарай тағы да жалғастыратын боламыз.